Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге Жапон елінің ұлттық тағамдарының бірі удон тағамын дайындап көрсететін боламын. Өте оңай және де тез жасалынатын тағамдардың қатарына жатады. Түскі асқа немесе кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Ең оңай жолын сіздерге бөлісетін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай удон лапшасы қажет болады. Және де ет, соя тұздығы, терияки соусы, егерде бар болатын болса. Жоқ болатын болса, міндетті емес. Болгар бұрышы, пекин капустасы, сәбіз, сарымсақ және де жуа қажет болады. Ең алдымен лапшамызды қайнап тұрған суға тұзымызды салып пісіріп аламыз. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Біздің лапшамыз 10 минуттың көлемінде пісіп шығады. Міндетті түрде осылай салқын суға алып суытып аламыз. Енді біз подливасын дайындауға кірісеміз. Ең алдымен етімізді жақсылап турап аламыз. Етіміз майлы немесе майсыз болу міндетті емес, бірақ та майсыз қара кесек ет алсаңыздар, сіздердің тағамдарыңыз қатты майлы болмайды. Соломка ретінде кесіп турап аламыз. Енді етімізді турап болғаннан кейін ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Енді біз сәбізімізді осындай ұзынша теркадан өткізіп аламыз. Барлығын осылай дайындап аламыз. Ыдысымызға салып қоямыз. Енді келесіде сарымсағымызды және де жуамызды жақсылап турап аламыз. Видеода көрсетілгендей турап аласыздар. Ең алдымен осылай заттардың барлығын турап дайындап алыңыздар, қыздар. Себебі біз соя тұздығын қуырған кезде қосамыз, сондықтан етіміз тез пісіп кетеді. Барлығын осылай дайындап турап қоясыздар алдын ала. Тағамды өте тез, көп уақытты қажет етпейтін тағамдардың қатарына жатады, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Келесіде болгар бұрышын осылай ұзынша соломка қылдырып турап алдым. Ыдысымызға салып қоямыз. Енді пекин капустасын тураймыз. Пекин капустасын осылай сыртқы жапырақтарын алдым. Барлығын үлкендеу бөліктерге бөліп турап шығамыз. Достар, егер де сіздерге менің каналым пайдалы болып жатса, ұнап жатырған болса, онда міндетті түрде каналыма тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Каналыма шығатын жаңа видеоларды алғашқылардың бірі болып көру үшін міндетті түрде қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей біз барлық заттарымыздың барлығын дайындап алдық. Енді ыдысымызға майымызды құямыз. Майымыз қызып бастаған кезде алдымен етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Достар, сонымен қатар менің каналымда әртүрлі кешкі астардың және де таңғы астардың видео рецептілері бар. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, толық қарап шықсаңыздар болады. Және де басқа да выпечкалардың, түрлі торттардың, тәтті пирогтардың видео рецептері бар. Сондықтан міндетті түрде каналға кіріп, қарап шықсаңыздар болады. Енді етімізді қуырып болғаннан кейін бір ас қасық соя тұздығын құйып жақсылап араластырып жібереміз. Соя тұздығы біздің етімізді тез пісіру үшін қажет болады. Енді сарымсақ пен жуамызды салып жақсылап араластырамыз. Бұл тағамның дәмі дәл фунчоза салатының дәмі секілді болып шығады. Өте тойымды тағамдардың қатарына жатады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де дәмі өте дәмді болып шығады. Енді аздап тұзымызды қосып жібереміз. Қуырамыз. Енді болгар бұрышын қосып, жақсылап бір қабат араластырып жібереміз. Көп қуырмаймыз, 1-2 рет осылай айналдырып араластырып жібереміз. Қуырылғанша ғана. Содан кейін үккіштен өткізілген сәбізімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді пекин капустасын қосып, бір қабат жақсылап араластырып жібереміз. Өте қатты көп араластырмаймыз. Себебі біздің мына көкөністеріміз өзінің түрін жоғалтпайтындай әдемі болып тұру үшін 1-2 рет қана араластырамыз. Енді тағамға ерекше дәм беру үшін осындай терияки соусын қосамыз. Бұл соусты қосу міндетті емес. Егер де сіздерде дәл осындай соус болмаса, онда қоспай-ақ жасай берсеңіздер болады. Бір ас қасық қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Енді кішкене аздаған су құямыз. Судың мөлшері өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Егерде суы мол болғанын қаласаңыздар, көптеу құйсаңыздар болады. Мен 50
60 грамм шамасында құйдым. Жақсылап араластырып жібереміз. Енді жаңағы алдын ала пісіріп дайындап алған кеспемізді саламыз. Бұл кеспенің әр түрлері болады. Ақ түсі болады және де қара түстісі болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша және де дүкендерде бар түрін алып қолдансаңыздар болады. Мен бидайдан жасалған кеспе түрін алып пайдаланып жатырмын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша басқа да түрлерін қолдансаңыздар болады. Біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді тағамдардың қатарына жатады. Егер де бұрын-соңды жасап көрмеген болсаңыздар, онда мен сіздерге осы тағамды жасап көруді ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Дәмі дәл фунчоза салатының дәміне ұқсайды. Сондықтан міндетті түрде осы тағам түрін дайындап көруіңізді сұраймын. Каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп және де жақын достарыңызбен поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Баршаңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл.